Мызғымас бауырластық 2024 оқу жаттығуына 5 елден келген контингент әскери қызметшілер арасындағы өзара қарым-қатынасты қадағалап, лагерь аумағында заң бұзушылықтың алдын алу, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында құрама жасақ әскери полициясы қарқынды жұмыс істеуде. Заңға қайшы әрекеттің орын алмауын жіті қадағалап жүрген қырағы көз әскери полицейлер 15 әскери техниканы тізгіндеген. Мұндағы жасақ Алматы, Қонаев, Сарыөзек, Жетісу гарнизондарының әскери полиция қызметшілерінен құралған. 110 адамнан тұратын құрама бірнеше бағытта жұмыс жүргізеді. Оқу жаттығу кезінде қауіпсіздік режимдерін қамтамасыз ету бойынша әскери қызметтің қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, оны ұйымдастырып, іс-шаралар жүргізілуде. Далалық оқу жаттығу аумағында қызметтік иттерді пайдалана отырып, далалық лагерлерге заңсыз заттардың кірмеуіне алдын алу іс-шаралары жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар далалық оқу жаттығу полигонынан заңсыз әскери мүліктердің заңсыз шығарылуына да алдын алу іс-шаралары, ескерту жұмыстары жүргізіліп, іздестіру ұйымдастырылуда. Құрама жасақта полигон аумағында лектердің ілесіп жүруімен қатар, әскери техникалардың жол жүру ережесін қадағалайтын әскери автомобиль полиция қызметі. Лагерь қалашығында әскери қызметшілердің әскери киім нысанын киіп жүру қағидаларын сақтауын, талапқа сай құжаттарын өзімен бірге алып жүруін бақылайтын патрульдік посттық қызметі өз міндеттерін орындауда. Бұдан бөлек 5 бақылау өткізу бекеттерінде полигон аумағына кіретін әскери және азаматтық көліктердің, жүк көліктерінің есірткі алып өту жағдайын тексеретін кинология қызметімен қоса, полигонға кіріп шығатын әскери техника мен әскери қызметшілерді тексеретін жедел ден қою бөлімі де күні-түні күзетте тұр. Әскери полиция бақылау өткізу пунктіне жауап береді. Әскери техниканың, әскери қызметшілердің кіріп шығуына, сондай-ақ құжаттардың дұрыстығына және де заңға, жарғыға сәйкес болуын талап етеміз. Әскери полиция қызметшілері далалық лагерь аумағында құқық бұзушылыққа жол бермей, жауапкершілік жүк ауыр абыройлы қызметін әрі қарай жалғастырады.